Сәлем қыздар, чебөректеріңіз қытырлақ және көпіршікпен болу үшін қамырыңызды қайнап тұрған ыстық суға илейсіз. 400-500 грамм ұнға 3 үлкен қасық сұйық май құясыз. Суыңызға тұзыңызды салып, жұмсақ қамыр илейсіз. Қамырыңызды илеп болғасын, жылы жерге қойып, бетін жауып қоясыз. Ал енді ішіне салатын фаршымызды дайындаймыз. Фаршқа 1 пияз, 1 сарымсақ, аздап су құясыз. Дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, ал енді чебурегімізді жабыстырып, екі жағынан қуырамын. Көрдіңіздер ме, осындай көпіршіктер пайда болады. Ал енді ұнаса, лайк пен комментарий қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.